Қымбатты тыңдарман, менің арнамда шетелге сатылған қазақ баласының тағдыры жайлы өте әсерлі әңгіме баяндалып жатқан. Әңгіменің жалғасы. Әлихан атты баланың тағдыры не болмақ? Қымбатты тыңдарман, әңгіме шынайы, өмірден алынған әңгіме. Соңына дейін тыңдап, өз ойларыңызды қалдыра кетіңіздер. Сол өз уақытында келетін мәліметтерге сүйенеміз. Көрейік, алда не боларын. Сендер маған ақпарат беріп отыруды ұмытпаңдар. Мен басқа жұмысыма кірісейін, рұқсат болса деп, Бұқарбаев бізді шығарып салды. Есіктен шығып бара жатқанымызда бізді тоқтатып, бұл жайлы әзірге үшеуміз білетін болайық. Артық әңгіме осы жерде қалсын деді. Біз келіспеске амал жоқ. Шыға берісте еден жуушы Сары апайды көрдік. Амандасып болғасын, Жеңіс сол апайдан Күлшат апайдың қай ауруханада жатқанын сұрады. Осында өскен бір баласы сыйлық берейін деп еді. Күлшат апайын қуантқысы келіп, бізге аманаттаған сыйлығын апарып бермеске болмайды деп тұр. Білсеңіз айта саласыз ба? Деп өтінді. Жеңістің дайын актер екеніне тағы көзім жетті сол кезде. Сары апай, Құспанова Күлшат апайдың қай ауруханада, қай бөлімде, тіпті қай палатада жатқанына дейін айтып берді. Рахметімізді айтып сыртқа шықтық. Әдеттегідей Жеңіс темекісін тұтандырды. Кеттік ауруханаға. Күлшат апайға барамыз. Уақыт тығыз деді. Барғасын ол кісіден Әлихан туралы тағы ақпарат аламыз. Сол апаймен көп сөйлескен сияқты Әлихан. Балада кімнің жақсы, кімнің жаман екенін біледі. Айсар апай ұрсатын шығар деп жазыпты. Директорлар қатал болғасын оны іздеп отырған жоқ. Күлшат апай жақсы адам ретінде сақталған оның жүрегінде. Жүрегіне жақын адамға бала қашан да ақтарылып сырын айтады. Күлшат апай не дер екен? Қалай кетті бұл жерден? Сол жайында мәлімет аламыз. Егер Әлихан туралы білсе, сол кісі білер деп ауруханаға бет алдық. Сары апай айтқан ауруханаға келдік. Түскі үзіліс екен. Кешкі сағат 5-те науқастарға кіргізу кезінде Күлшат апайдың палатасына келдік. Жол бойы Жеңіс Күлшат апайға не айтатынымызды, қалай айтатынымызды жоспарлаған болатын. Палатаға келсек, 3 апа отыр екен. Қара торы өңді, жүзі шаршаңқыраған, бетіндегі өмірдің өзі өрнек салған, әжімдері тереңдей қоймаған төрде жатқан апайға қарап, Жеңіс Күлшат апайға дегенде аң-таң болды. Жеңіс бірден танығандай. Амансыз ба? Денсаулығыңыз қалай? Дәрігерлер жақсы емдеп жатыр ма? Еміңіз қалай? Жүріп жатыр. Мына тамақтарды сізге әкелдік, деді. Балам, аман есенмін. Бірақ танымадым ғой. Қай баласың, деді. Ой, апай, сіздің балаларыңыз көп қой. Балалар үйіне барсақ сізді ауруханада жатыр, деді. Сары апай жол сілтеген бізге деп Жеңіс Күлшат апайдың таңданысын сәл де болса басқандай болды. Енді түсіндім, амансың ба қарағым? Отырыңдар, бірақ екеуіңді де шырамыта алмай отырғаным. Ренжімеңдер айналайын деп, өзі ыңғайсызданып қалды. Жоқ апай, біз сіз жұмыс жасаған жерде тәрбиеленген бір жақсы көретін балаңыздың сәлемін алып келдік. Ол туралы біраз сыртқа барып әңгімелесуге жарайтын шығарсыз деп, Жеңіс Күлшат апайға сыртқа шығуға өтініш білдірген жүзбен қарады. Ой, жарығым-ау, ол жақтағы балалардың бәрі менің балаларым ғой. Мен олардың барлығын жақсы көрдім. Қазірде балапандарымды жұмыста бір иіскемесем шыдай алмаймын. Бізден кеткен балаларым да хабарласып тұрады. Қай балам сәлем жолдаған. Мына ауру құрғыр мазалап, 2 аптадан бері балаларымды сағынып отырмын қазірде. Сыртқа шығуға әзірге жарап тұрмын. Шықсақ ауа жұтайық деп күртешесін киіп алды. Сыртқа шығып, келушілер отыратын орындыққа жайғасып, Жеңіс біраз үнсіз отырды. Құралай, суреттерді берші. Апай, бұл Құралай деген қызыңыз. Менің сыныптасым, қазір дүкенде жұмыс жасайды. Мен оқытушымын. Есіңізде ме, Әлихан деген балаңыз? Осыдан 2 жыл бұрын Испанияға асырап алып кеткен Нұралы Әлихан деген балаңыз болды ма? Деді. Күлшат апайдың түрі сұп-сұр болып бозарып кетті. Әрине есімде. Оған не болды? Қайда қазір?
Хабарым жоқ еді. Менің балам еді ғой ол. Оны қайдан таныдыңдар деп сұрақтың астын алды. Әлиқан суреттерін алып Гүлшат апайға берді. Міне, балаңыз. Ештеңе болған жоқ. Қазір Испанияның Ивиция қаласында тұрады. Біз хат алысып отырмыз. Қазіргі испанша есімі Амада Рей. Сізге үлкен сәлем айтқан балаңыз. Ең жақсы көретін апайымды тауып алыңыздар. Ән айтуды үйреткен Элза деген апайым бар. Оған да сәлем айтыңыздар деген. Апай Әлиқанның суретіне қарап көз жасына ерік берді. Кемсеңдеп отырып, есейіп кетіпсізің ғой, құлыншағым-ау. Қайтейін, тағдырың осындай болғасын, маңдайларыңа жазғанын көресіңдер. Осы Қазақстанда бір адам табылмады ғой, сендерді бауырына басатын. Қалай қылайын жарығым-ай. Кеше ғана құлдыраңдап көз алдымызда шауып жүреді. Мені көргенде мама, мен сіз жуған жерлерде қағаздар қалып қойса жинап қоям деп алдымнан жүгіріп жүретін. Өзі бір тәтті еді, қылығы ерке болғанмен ақылы ересектердей. Кейде менімен үлкен адамдарша сөйлесетін. Алдыңда не күтіп тұр, сол жақта қалай боп кетесің, бір Аллам панасын алсын деді. Мен шыдамсызданып апайдың сөзіне егіліп, қосылып жылағым келіп тұрса да, өзімді тежедім. Апай, Әлиқанның әке-шешесі туыстары жайлы қалай білуге болады? Біз тек жай танысып, хат жазысып жүрміз. Балалар үйіне барғанда кім бізге ақпарат бере қояр дейсіз? Бір жазған хатында Әлиқан, мені қазіргі ата-анам ақшаға сатып алған деген сыңай реніш білдірген сияқты. Олай болу мүмкін бе дегенде Гүлшат апай селк етіп жан-жағына қарады. Ернін тістеп көзіне тағы жас ақты. Қарақтарым-ай, қалай айтсам екен? Сатылса сатылған шығар. Әйтсе де, мен біреудің біреуге ақша беріп жатқанын көрмедім. Соңғы 2-3 жылда балалардың барлығы шетел аса берді ғой. Қайдан білейін, қу ақшаға болақ сыртқы тебе берсек, қара көздерімді ел асырып сыртқа тебе берсек, кейін балалардың қарғысы мен наласы кімге тиерін? Әлиқанды сондайлардың бірі болып кете берді ғой. Асырап алған ата-анасы келіп жүрді. 1 жылдай уақыт өткенде асырап аламыз, елімізге алып кетеміз депті. Бізге ол адамдардың кім екені туралы бастықтардың ешқайсысы айтпайды. Тек елден кетіп бара жатқанда қимай қоштасып қаламыз сонда. Содан кейін хабар ошар бар ма? Тірі ме, өлі ме, ләм-мим деп ешкім есеп бермейді. Өз елімізде асырап алынған балалар ара-арасына келіп тұрады. Жиі емес. Ал басқа елге кеткендерді өз басым білмедім де. Ал Нұрманыма Айсара деген кісі, ол Әлиқан бар кезде директор болған екен. Ол кісі қазір жоқ екен. Орында Бұхарбаев Мұрат деген ағамыз отыр. Ол кісімен де амандасып шықтық. Айсара апайына да сәлемін жеткізсек деп едік деді Жеңіс. Айналаға бір қарап алып Гүлшат апай бір ғана ауыз сөз айтты. Ол жоқ, қазір кететін жеріне кетті. Айсара. Мына Мұраттың адамгершілігі жоғары. Айсара апайын сұраса ешкім білмейді қайда кеткен дерсіңдер. Оның қайда екенін мен де айта алмаймын деді. Әлиқанның ата-анасы жол апатынан қайтыс болған екенін естідік. Бізге солай айтты. Туысқандарыңды танымаймын деді. Балалар үйінде жүргенде ешкім іздемеген бе сонда? Деп Гүлшат апайға тағы сұрақ қойды Жеңіс. Ай баламай, олар туралы мына мен Әлиқанға айтқам. Атаның екеуі бірдей жол апатынан қайтыс болған. Сені бағатын адам болмағасын сәбилер үйіне тапсырған. Туыстарың бір күні тауып келер деп жұбататынмын. Айттым ғой жаңа, кейде менімен үлкен адамдарша сөйлесетін деп. Бір күні еден жуып болып сыртта көлеңкеде отырсам, Әлиқан келді. Гүлшат апай, осы неге менің туысқандарым іздеп келмейді? Әкемнің туыстары болмаса да анамның туыстары қайда? Олардың бейіттерінде жазылып тұрады ғой кім екендері. Мені әкем мен шешемнің бейітінің басына апарасыз ба? Мен Құран жаттап жүрмін. Оларға барып Құран оқып берем. Туыстарым келмесе келмей-ақ қойсын. Өскенде бәрібір тауып алам. Өйткені олар менің ең жақын адамдарым.
Әке-шешемнен кейінгі деді. Төбемнен жай түскендей есеңгіреп қалдым сонда. Ал енді Әлиқанның әкесі нашақор болған. Біреудің жалғыз ұлы. Отбасын құрып Әлиқанның анасын өз үйінде пышақтап өлтірген. Содан кейін әкесі 25 жылға сотталып кеткен. Қазір бар ма жоқ па ешкім білмейді. Баласының сол ісінен кейін келіні де жоғалтқан Нұрланның әкесі, яғни Әлиқанның атасы жындыханаға түскен. Әлиқанды бір көршілері жасқа жетпей сәбилер үйіне әкеліп тапсырған екен. Бар шындық осы. Оны Әлиқан білмейді. Мүмкін қазірде туыстарым бар, әке-шешелерінің туыстарының біреуін табармын деп жүрген болар. Бірақ сендер бұл туралы Әлиқанға айтып, өзі жарым жан жүрегін ауыртпай-ақ қойыңдар. Онсыз да Қазақстанын сағынып жүрген шығар. Өжеттігі басым. Менің отаным Қазақстан деп тұратын. Осы жақтан кетерінде бәріміздің бетімізден сүйіп жүріп, мен жыл сайын келіп тұрам. Испаниядан базарлық әкеп берем сіздерге. Үлкейгенде осы жаққа келіп тұрамын деп жүрген. Қалай ойласам да шетелге кеткен балалардың өмірі керемет боп кетеді дей алмайым. Ұлты басқа, тілі басқа, діні бөтен, жерге сіңісіп кетулері қиындау болатыны рас қой. Рұқсат болса мен ішке кірейін. Менің Әлиқаныма сәлем айтыңдар. Ауруханада ауырып жатыр демеңдер, ол уайымдайды білем. Күлшат мамаң деп айтыңдар. Сағыныпты, ата-анасын ертіп келсін деп жатыр. Маған испан биін билейтін қыздардың көйлегін әперем деген. Күлшат мамаң көйлегін киюге испанша билеп үйреніп жүр деп жеткізіңдер. Сосын мына бір суретті алып қалсам деп едім, бола ма? Хат жазып сыртта жүрген бауырларыңды іздеп тұрыңдар жандарым. Бақытты болыңдар, рахмет сендерге деп еш жаман ойсыз апай бізді шығарып салды. Аурухана дарбазасынан шыға бере жеңіс, тезірек үйге жетейікші деді. Қайдар жолда көлікте келе жатып жеңіс үнсіз ғана терезеге қарап ойланып отырды. Ішкі жан дүниесі нәзік, кез келген мәселені жүрегімен қабылдайтын адам болғасын, мазасын алып ойын бөлгім келмеді. Үйге жеткенде ғана екеуміз де таң ертеңнен бері нәр тартпағанымызды білдік. Үйге кіре сала ас дайындауға кеттім. Жеңіс отыра қалып компьютерге жармасты. Хат келмеген екен. Балконда отырып темекісінің түтінін сыздақтатып қойып, мені шақырды. Құралай, сен ойлайтын шығарсың, кездескен адамдардың бәріне жоспар құрғандай тарсылдатып дайын сценарий оқып жүр деп мені. Саған өтірік, маған шын. Директор Бұхарбаевпен кездескенде Сара болсын, Күлшат апаймен сөйлескенде де мен аузымнан шығып жатқан сөздердің менікі емес екенін білдім. Барлық айтып отырған сөздерім шындыққа жанаспайтын болғанмен, мен солардың бәрінен тиісті жауаптарымды алып отырдым ғой. Құдды бір Әлиқанның адвокаты сияқты оларға сұрақ қойсам, олар да маған дайындалып отырғандай қисынмен жауап беріп отырды. Бұл қалай сонда? Өзім енді ғана ойланып егжей-тегжей сараптап отырмын. Кімге не айттым? Қандай қадам жасадым? Түгел електен өткіздім. Мен бірақ дұрыс жасап келе жатқан сияқтымын. Бұл да бір Алланың Әлиқанға бізге қарайласқаны шығар. Әйтпесе бұрын соңды балалар үйіне барып балалар туралы ақпарат сұрамақ түгілі есігін аттап басуға жүрексінетінмін. 2 күннен бері туған інімді іздегендей жанымды шүберекке түйіп шырылдап жүргенімді енді сездім. Мен әр қазағымды жалғызым деп сүйеді екенмін. Әсіресе жетім балалардың тағдырына бей-жай қарап отыра алмайтын сияқтымын. Дәл қазір Әлиқан не істеп жатыр, қалай жүр, кіммен жүр, жылап жүрген жоқ па деп шын алаңдап, керек десең бауырымды жоғалтып алғандай азарланып жылағым келіп тұр. Мейлі, әкесі Нұралы анасын айуандыққа барып өлтірді. Ата-анасының жағдайы анандай болған. Бірақ атасының да туыстары не басқа ағайындары жоқ болғаны ма? Оны қойшы, сонда ақшасын төлесе балалар сатыла бере ме екен? Емін-еркін сатпай-ақ бір перзентке зар боп жүрген өзіміздің қазақтың жақсы отбасылары бар ғой. Соларға неге бермейді тегін? Тіпті болмаса ұятта болса айтайын,
оң жақта отырып қалып жанұялық өмірдің дәмін тата алмай, балалы болуға қолы жетпей жүрген өз қазағымыздың қыздары бар емес пе? Соларға неге қамқорлыққа алуға бермейді? Әлде біздің қазақтардың ақшасы жетпей ме? Шетелдің азаматтары сияқты асырауға шамалары келмей ме? Оған бола соншалықты білімді болудың қажеті жоқ шығар. Баланы еміреніп сүйе алса, бауырына басса, келешегім деп қабылдаса болды емес пе? Әлиханға бүгінгі хатты мен жазайын, бұл жеңіс ағаң деп. Мүмкін саған кейбір жағдайларды айта алмай жүрген шығар деді. Жеңіске 100% сенгендіктен оның айтқандарына еш қарсылық білдірмейтін болдым. Таң алдымен Әлихан хат келуін күттік. Сол аралықта Жеңіс сыртқы істер министрлігі мен білім министрлігінің құзырындағы нәрселер жайында ақпарат іздеді. Оның көңіліндегі бір күдік, балалар үйінің директоры 2 айдан соң келетін ақпаратқа сеніп отырғанда, Әлихан ана жақта қалай болады деген қорқыныш қана болды. Құралай, Әлихан Алматыға аман есен оралып жатса, сен өз үйіңе інің ретінде қабылдап тұрғыза аласың ба? Мен өз пәтерден пәтерге көшіп жүрмін, білесің. Ол туралы да ойлап қойдым. Егер сен қарсы болмасаң, оны өзімізге бауыр етіп, аяқтандырып жіберсек деп армандап кеттім. Бағана көлікте отырғанда, ол Қазақстанға келсе, екеумізге ғана сенеді. Өйткені қазір ол бізге сеніп, бізден қандай бір жақсы хабар келе ме, тезірек алып кете ме деп зор үмітпен жүр. Бастаған ісімізді аяғына дейін апарайық. Құдайдың көзі түзу болсын тек. Менің ойым осы. Сен не дейсің дегендей маған қарады. Әрине, Жеңіс, ел қатарына қосылуға жәрдемімізді беріп, бір жетімнің басынан сипасақ жаман болмаспыз. Барлық нәрсенің өз орайы табылар деп компьютерімді ашқанда Әлиханның хатын көріп, айқайлап жібергенімді байқамай қалдым. Бұл жолғы хаты ұзақ екен. Құралай апай, мені тездетіп алып кетіңіздерші, балалар үйіне бардыңыздар ма? Гүлшат апайымды көрдіңіздер ме? Менің жағдайымды айттыңыздар ма? Болмаса Ләззат апайға айтыңызшы. Ол апай да жақсы адам. Мен қазір түрмеде отырған сияқтымын. 3 күн бұрын өгей әкем Серхио мен досы Хелберто мектептен шыққанда күтіп алды да асығып үйге әкелді. Содан соң кешікпей бір апай келді. Ол апай мені өз бөлмеме әкеліп маған сұрақтар қойды. Алдымен үйіміздің әдемі екенін, Серхио мен Хелберто сондай мейірімді, жақсы адамдар екенін. Консуэланы сағынып жүрсің бе деді. Мен үндемедім. Өйткені мен оны сағынбаймын. Мені осында әкеліп, өзі жоқ болып кеткені мейірімсіз адам, ол мен үшін. Сосын бөлмең өзіңе ұнай ма? Сабақтан қиналып жүрген жоқсың ба? Мектепте достарың кім? Үйде сені ешкім ренжітпей ме? Жалғыз өзің қалғанда не істейсің? Компьютерде ұзақ отырасың ба? Кейде сабаққа бармай қалатын күндерің бола ма? Мектепте қай апайды жақсы көресің? Қазақстанды сағындың ба деп көп сұрақ қойды. Қойған сұрақтарының барлығына өтірік жауап бердім. Тек қана Қазақстан туралы сұрағанда жылап қойдым. Сұрақ қойғанда ол өзінің парағына бірдеңкелерді жазып отырды. Бөлмемде демала беруімді айтты да, өзі төменге түсіп кетті. Төменде өгей әкем Серхио мен оның досы Хелберто үшеуі менен де ұзақ сөйлесті. Мен төменге түспей қойдым. Кеш бата Хелберто келді бөлмеме. Амада, кешкі ас ішеміз. Әкең саған дәмді тамақ дайындады. Күтіп отыр деді. Барғым келмесе де төменге түсіп ас үйге бардым. Маған қазақша ет әзірлеп қойыпты. Қуанып кеттім. Испанияға келгеннен бері ет тамақты бір-ақ рет жедім. Қазақстаннан келгенде Консуэло жасаған. Бүгін өгей әкем дайындапты. Дастархан басында өгей әкем көңілсіз отырды. Хелберто ғана әр нәрсені айтып бізді күлдіруге тырысты. Тамақтанып болған соң мен бөлмеме кеттім. Біраздан кейін өгей әкем Серхио келді. Амада, сені қатты жақсы көремін. Саған жететін бала жоқ мен үшін. Не қаласаң, соны жасаймын. Сен нені ойлап жүрсің? Не мазалап жүр сені? Әлде мектепте біреу ренжітті ме? Әлде бірдеңе алғың келді ме деді. Қазақстанға апаршы деп айтқым келді, бірақ айтпадым.
өйткені Консуэламен сөзге келіп қалғанда өгей әкеме: Консуэла, егер Амаданы ол жаққа апарсаң, енді қайтып келмейді. Сол үшін ол мені Қазақстанға апарғысы келмейтінін білем. Кинодағы сияқты мазам болмай тұр деп алдай салдым. Өгей әкемді. Ол менің бетімнен сүйді де төменге түсіп кетті. Бірақ төменде Хелбертті екеу ұзақ әңгімелесті. Білем. Ал кеше мектептен келгенде өгей әкем қатты ашуланып күтіп алды. Келді де: компьютерге отыратын кезде менен рұқсат сұрайсың. Мен үйде болмасам, компьютерге отыруға рұқсат жоқ деді. Мен олардың поштамды қараған білдім. Қатты қорықтым да. Одан не үшін бұлай айтқан білгім келді. Ол жауап берген жоқ. Саған денсаулығыңа зиян деді. Қазір олар түнгі клубқа кетті. Тағы да мас боп келеді. Құралай апай, мен сізге тағы хат жазғанымды, мені ойландырып жүрген нәрсе туралы айтам. Ертең өткенде келіп маған сұрақ қойған апай келу мүмкін. Күлшат апайды табыңыз. Менің қатты сағынғанымды айтыңызшы. Енді көп жаза алмауы мүмкін. Мен бақылауда болам. Олар менен күдіктенетін сияқты. Сәлемнен, Әлихан. Әлиханның хатын оқып, Жеңіс оған жауап жазды. Әлихан бауырым менің. Саған хат жазып отырған Жеңіс ағаң. Сенің алғашқы хатыңды оқығаннан берін Құралай әпкеңмен бірге жүрмін. Балалар үйінде бұрын оқыған мектебіңе де бардық. Сен еш қам жеме. Барлығы біз ойлағандай болады. Біз барлығын жеңеміз. Күлшат мамаң маған саған үлкен сәлем айтуды тапсырды. Барлығын таптық. Енді сенің менің мына айтқандарымды тыңда. Сұрақтарыма уақытында болса тезірек жауап жазшы. Егер сенен күдіктеніп жүрсе, біраз күн компьютерге отырмай-ақ қой. Олар жоқ кезде отырып жазарсың. Олардың күдігін басу үшін Серхио әкеңе көбірек жақындап, оның өзіңе ең жақын адам екенін айт. Әкем менің деп, оған еркелеп дүкеннен бір зат алғың келетінін айт. Оның саған қамқор адам екенін айта бер. Егер психолог абай келсе, Серхионы жақсы көретініңді, Консуэланы сағынып жүргеніңді жеткіз. Анау Хелбертті ағаңда өте мейірімді, әкең сияқты тамаша адам екенін айтасың. Неге? Себебі олай айтпасаң, қазір олардың саған деген күдігі екі есе артып, саған барлық нәрсеге рұқсат бермей қою мүмкін. Ақылың бар ғой сенің. Менің айтқанымды жасап көр. Сәл де болса алдай тұруға тура келеді. Оға дейін бізде Қазақстаннан саған жетерміз. Қорықпа інім. Сен Қазақстанға келгесін Құралай әпкең екеуміз сені туған ініміздей қабылдаймыз. Сен бізге керексің, ұмытпа. Тек аз уақыт шыдасаң екен, жігітсің ғой. Әлі екеуміз сен келгесін көп жұмыстар жасаймыз. Мен саған көмектесем, өйткені менің де туған інім жоқ. Сен менің туған інім боласың. Серхио мен Хелбертоға қарсы сөз айтпа, күдіктендірме. Осыны мықтап есіңнен шығарма. Біз осы жақта қолымыздан келгенді жасаймыз. Ал енді Әлихан, сен ең бастысы себебін айтшы маған. Не үшін Қазақстанға қайтқың келеді? Сағынғаныңды түсінем, жалғыз өзіңе қиын. Бірақ нақты себебі бар ма? Осылай қайтқың келуіңнің, біз сені алып келу үшін нақты себебін түсіндіріп айтпасқа, балалар үйінен де саған қарай сұраныс жібере алмайды. Ешқашан өтірік айтпа, тек шыныңды айт. Шындықты айтсаң ғана барлығы оңай шешіледі. Мен саған үлкен жігіт деп айтып отырмын. Екеуміз бір-бірімізден ештеңе жасырмайық. Мен саған сенем. Сәлемнен, Жеңіс ағаң. Айналасы бір аптаның ішінде өз басым жан-жағымда не болып жатқанын хабарсыз қалдым. Бар ойымыз тек Әлихан туралы болды. Жеңіс хат жазып жібергеннен кейін ертеңіне маған туған ауылымнан суық хабар келді. Әкем о дүниелік болғанын естіп, еш нәрсеге алаңдауға шамам келмей жолға шықтым. Жеңіс шығарып салды. Әкең қазасынан кейін Алматыға келгенше 40 күн уақыт өтті. Сол аралықта Жеңісте жұмысының орнында басшылық пен түсінбеушіліктер болып, ол да бас қайғысымен кеткен. Әкемнің 40 күндік асына жақын есіміме Әлихан түсті де Жеңіске хабарластым. Ол да өз басының қайғысымен жүріп Әлихан туралы ойламаған болу керек.
Бұл жерде біздің бір жіберген қателігіміз осы шығар. Алматыға келгесін поштамды ашып тексергенде Әлиханнан бір ғана хат келіпті. 3 аптадай бұрын жазған екен ол хатты. Жеңіс аға, Құралай апай, мен сіздерге бар болған оқиғаны айтам. Консуэла мен Серхио осында асырап алғаннан кейін өгей анам үйден кетті дедім ғой. Ол қазір мүлдем келмейтін болды. Өйткені оның заттары жоқ бұл үйде. Серхио мен Хилберті туралы айтайын. Біраз бұрын олар түнгі клубтан келген кезде мен төменге түстім. Олар мас боп келді. Ас бөлмеге өтетін жерде диванның үстінде екеуі жалаңаш құшақтасып жатқан көрдім. Бірақ мен үнсіз бөлмеме кіріп кеттім. Одан соң тағы да екеуі өз бөлмелерінде құшақтасып тұрғанын көргенімде маған айтты. Үлкен адамдар бір-бірін қатты жақсы көргенде біз сияқты дос боп кетеді. Ертең сенің де Хилбертті ағаң сияқты досың болады. Бәріміз бірге тұрамыз. Біз сені сондай жақсы көреміз, Амада деді. Үйде болған олар кейде бір-бірімен ұрсып қалады. Ондай кезде Хилберті төменде ас үйдің жанындағы диванда ұйықтайды. Өгей әкем Серхио өз бөлмесінде бөлек жатады. Ондай жағдай көп болады. Бір күні олар бөлмелеріне ұрысқанда құлағым мынаны естіді. Серхио, егер сен Амадаға біз туралы қазір айтпасаң, сосын кеш болады. Оған қалған нәрселерді өзім-ақ үйретем. Бәрін біле берсін. Өскенде айтатын боласың. Ол бізге бағынбай кетеді. Одан айырылып қаламыз. Сен айта алмасаң өзің айтам Амадаға. Себебі ол енді менің де балам. Асырап аларда мен саған бар ақшаны тауып бердім. Ұмыттың ба соны деді. Хилбертті, сенің есің дұрыс па? Амадаға қазір айтуға ерте. Оның денсаулығы туралы барлық мәлімет біз Қазақстанға жыл сайын беріп отырамыз. Әлі 5 жылдай уақыт бар. Сол 5 жыл біткесін Қазақстанға есеп бермейміз. Олар Амаданы сұрамайды. Сол кезде барлығын жасырмай айтамыз. Керек болса Амадаға бір адамын тауып береміз. Ол да бақытты болған қалайым. Қазір ол жас. Осылайда үйрене береді бізді көріп. Асықпашы, мен де тезірек сол айтатын күн болса екен деп жүрмін деді. Сосын Хилбертті ашуланды да, Серхио керек десең қазірде ешкім іздеп жатқан жоқ оны. Алдық па, ол біздікі. Ешкімге есеп бермейміз. Амаданы тәрбиелеуге күшің жетпесе, қазірден бастап өзім айналсам. Қазірден бастап оған жанына дос тауып бере алам. Ол біз туралы қазір жай ғана әкем мен Хилберті досы деп ойлап жүр. Білсін біздің кәдімгі отбасы екенімізді. Консуэлаға айт, бұл үйден заттарын жинасын да алып кетсін. Амада соған үйренсін. Одан артыққа шыдай алмаймын деп жылады. Одан көп сөйлесті. Мен қорқып өз бөлмеме барып жатып қалдым. Содан кейін көп кешікпей Консуэланың заттары жоқ болды. Мен де сол кезден бастап Қазақстан туралы мәлімет алып, Алматыдағы адамдарға телефон соғуды бастадым. Енді не үшін кеткім келетін түсіндіңіздер ме? Мен оларды жек көрем. Сіздерден жасыратын ештеңем жоқ. Қазір мен мектептен шыққанда, барғанда тек Хилбертті мен барып келем. Үйде Серхио күтіп отырады. Менің бөлмемдегі компьютер солардың бөлмесінде. Қазір олар ауруханаға кетті. Келетін уақыттарда болды. Егер олар менің Қазақстанға кеткім келетін білсе, не болатын білмеймін. Үйге ешкім кірмейді, Консуэла да келмейді. Жеңіс аға, сіз өзіңіз келіп алып кетіңізші мені. Мен оларға айттым ма? Бұл менің ағам келген. Жеңіс ағаммен кетем, мен сендермен бірге тұрмаймын. Енді деп сіз келсеңіз қорықпай айтам. Мені тастамаңыздаршы осында. Қазақстанға барып қайтарда балалар үйіне барғым келеді. Достарымды, апайларымды сағындым. Маған бұл жақта ештеңе ұнамайды. Әкем мен анам тірі болғанда ғой. Сәлемнен, Әлихан ініңіз. Ештеңе дей алмай тағы жылап Жеңіске хабарластым. Ертең күндіз барлығы Мұрат ағайға жеткізетін болып шештік. Әкеден айырылғаннан кейін жетім деген сөздің мағынасын одан әрі толық сезінгендей болдым. Жүрегім қарс айрылардай болып отырып Әлиханға хат жаздым. Барлық жағдайды түсіндіргендей болдым.
Соңғы хатынан кейін ештеңе жазбаған. Көңілімдегі күдік одан ады үдеп кетті. Шаруам көп сұрақтармен. Әлиханның соңғы жазған хаттарындағы суреттер көз алдыма елестеп миым тұтасып қалды. Ең басында неге жазбаған солардың барлығын? Неге айта алмады? Неге нақты себебін бірден сұрамадық? Жауабы бар сұрақтарға жауап таппай қиналдым. Жеңістің де көңіл күйі дұрыс болмағасын мен жоқта Әлиханды ойлауға шамасы келмеген болу керек. Екеуміз де жанымызды шүберекке түйгендей балалар үйінің алдында бір уақытта кездестік. Бұхарбаевты 3 сағат күттік. Көре салысымен Мұрат ағайға қалай жармасқанымды білмеймін. Ағай, сіздер өздеріңіз осы балалар іздейсіздер ме? Мына хатты қараңызшы. Не жүріп жатқанын түсініп көріңіз сосын. Әкемді жерлеп келдім. Жеңіс өз проблемалармен басы қатқан. Кеше келгенде мына хат 3 аптадай бұрын жазылған. Соңғы рет. Осыдан кейін ештеңе жазылмаған. Не істейміз ағай? Айтыңызшы. Ол да қазақтың баласы. Шетелге кеткендердің барлығы осылай қорлана бере ме? Олардың ата-анасыз өскеніне өздері кінәлі емес пе? Бірақ дәл қазір не істей аламыз деп ащы күйікті сыртқа бір шығарғандай болдым. Қатты оқыған Бұхарбаев бізге тесіле қарады. Осы сендердің жасап жүргендерің рас па? Әлде дегенде Жеңіс Құралай. Мен неден бастарымды білмей отырмын. Осы уақытқа дейін берген ақпараттарыңды білем. Мынау соңғы ақпарат болса, мен министрлікпен байланысқа шығып хат жазуым керек. Қазір сендер жүре беріңдер, осыған барлығымен жиналыс өткізем. Кешке дейін үлгеріп жатсақ хат жібереміз, сұрау салып. Өйткені хатты да нақтылап алу үшін мен жанымдағылармен ақылдасуым керек. Дәл мынандай жағдаймен бірнеше рет кездесіп тұрмын. Министрлік тарапынан қандай жауап келеді? Мен сендерге хабарлаймын. Бірақ Әлиханға хат жазыңдар. Осымен байланысқа шығудың басқа амалдарын сұраңдар. Мекен жай, телефоны бар ма? Маған жеткізе беріңдер деді. Бұл жолы Жеңіс ештеңе деместен үнсіз шықты. Мен де басымды салбыратып оның артынан ере бердім. Жеңіс жұмысындағы келеңсіздіктерді шешілмегендіктен ары қарай жұмысына кетті. Мен Гүлзат пен Азимаға хабарластым. Кешке олармен ақылдасатын жұмыс бар екенін айттым. Азима мен Жеңіс келді. Азима барлық жағдайды естігеннен жағасын ұстап, өзінің бір әпкесіне хабарласты. Әпкесі сыртқы істер министрлігіне мән-жайды хат түрінде баяндап, балалар үйінің директоры қолға алып, Испаниядағы елшілікке шұғыл хабар тарату керек деді. Жеңіс Әлиханға қысқа ғана хат жазды. Ол жақтағы мекен жайлары мен телефон, қандай мектепте оқып жүрген барлығын дұрыстап жазуын сұрады. Азима, құрбымның нақтылығы ғана сүйетін қасиеті бар еді. Ол да тоқ етері сыртқы істер министрлігіне тіпті болмаса телевидение жаңалықтарына бару керек шығар. Бірақ ТВ жаңалықтары бір рет қана көрсетіп, ары қарай ол баланың тағдырымен шаруалар болмай кетуі мүмкін деді. Түн болса да Жеңіс Мұрат ағайға телефон соқты. Әлиханға хат жазған, ол кісінің тарапынан не жазып, не жасалғанын білді. Мұрат ағай министрлікке хат жіберген екен. Енді оның жауабын қашан келетін анық айта алмайды. Қай күні, қандай ақпарат хабар келеді, сол күні бізге хабар беретін айтып қойды. Түн ортасында Гүлшат келді. Барлығын басынан бастап тыңдаған ол, сұмдық оқиға екенін естіп бізге бір ой тастады. Саудамен айналысатын ол құрбым арасында бақсы балгерге баратын әдеті бар еді. Ертең Жеңісті алып үшеуміз Алматының шетінде тұратын. Мен барып жүрген Зария деген татар апайға барайық. Жай ғана сұрайық, Әлиханның суретін көрсетіп. Барам десеңдер ертең апарам деді. Ертеңіне Зарияға баратын боп келістік. Зария апайға келдік. Үй қаланың шетінде орналасқан екен. Алдымен Гүлшат кіріп, артынан біз кірдік. Үшеуміз Зарияның алдында отырмыз. Қабылдау бөлмесінде не бәленің бәрі самсап тұр. Жан-жағыма қарауға қорықтым. Неше түрлі ақ, қара, қызыл, сары шырақтардың түр-түрі, адамның басының қаңқасына дейін. Отырған үстелдің алдында карта, басқа да заттар толып тұр. Суретті сұрады бірден. Әлихан
атын айттым. Жоқ, дұрыс емес. Оның қазіргі аты мүлдем басқаша. Мынау адам өте алыста. Ұлтын өзгерткен бе, дінін өзгерткен бе? Қамауда отырғанда адам сияқты. Мен түсінбей тұрмын қазір деп орнынан тұрып, сейпін ашқан кезде бас салып осылай сайрағанына таң қалдым. Жеңіс екеуміз аузымыз ашылып бір-бірімізге қарадық. Гүлзат үйреніп кеткен адам сияқты мыңқ етпей отыра берді. Зария сейпінен домалақ шар тәрізді затты алды. Қалың сары шырағын шығарды. Су мен бір сүйекке ұқсас затты алып, саусағынан қан шығарды. Көзім атыздай боп денем дірілдеп кетті. Әлиханның суретінің бетіне шырағын жақындатып, ішінен біраз күбірлеп көзін жұмып ұзақ отырды. Габари деді сосын, өзінен өзі. Содан тоқтамастан барлығын айтты. Бұл бала жасқа жетпей өз үйінен кеткен. Анасы жоқ қазір, әкесі темірдің арғы жағында отыр. Бірақ ол жақтан тірі келмейді. Жақындап қалды күні. Ешқандай туыстар іздемейді. Бұл бала туралы ұмытып кеткен бәрі. Қатты қиындық көрген жоқ, сағынған тек. Түсінбейтін екі адамның қолына қарайды. Екеуі де ер адамдар. Қатаң бақылауда бала. Жақында сендерге хабар келеді. Сендер іздеп жүрсіңдер, өлі ме, тірі ме деп қорқасыңдар. Жақсы не жаман айтуға рұқсат етпей тұр. Бірақ көп жылдардан кейін, 10-15 мүмкін, 20-30 жылдан кейін бұл бала естеріңе тағы түседі. Бір хабар болады, ол уақытта өздеріңе байланысты болмақ. Өте талантты бала, ән айтқан жақсы көреді. Қазір барлық қырын аша алмай тұншығып жүр. Ешкімге сенгісі келмейді, қорқады. Екі ер адамға әлі келмейді. Әлі келсе екеуінде өлтіргісі келеді тіпті. Бейіттің басына барып нақты мәлімет алу үшін түнгі уақытта келулерін керек. Бейіттің басында жасалатын рәсімдерге құрбандық жасаймыз. Дегенмен ол көп ақша тұрады. Ол ақша жоқ сендерде, айтарым. Қатты уайымдамаңдар. Бәрі жақсы болады деп шығарып салды. Зариядан шыққан соң айтқандары тұп-тура келгеніне таң қалдым. Бізге нағыз керегін ала алмадым бірақ. Үшеуміз де ақылдасып Мұрат ағайдың жауабын күтуден басқа шара жоқ екенін түсіндік. Мұрат аға бір апта өткенде хабарласты. Оға дейін бізде ол кісіден Испаниядан хабар ала алмадық. Әлиханнан хат келмеді. Мұрат ағай қоңырау шалып мүмкін болса тез келуімізді өтінді. Кабинетіне кіргенде ол кісінің түрінен бір жамандықтың болғанын түсіндім. Біздің мекеме ғана емес, министрлікте шу боп жатыр. Бұл мәселеге қатысты. Сыртқы істер министрлігі Испанияда Алихан тұрған Эвиция қаласындағы Серхио Пастор мен Консуэла Беганың ақпаратын алды. Олар ажырасқан екен. Осыдан 2 апта бұрын болған оқиғаға қатысты Алиханның асыраушысы Серхио Пастор анықтама жіберіпті. Ол мәліметтердің барлығын бүгін алдым. Анықтамада жазғанда Эвиция қаласының тұрғыны 13 жасар Рамада Рей ұйықтап жатып оянбай жүрегі тоқтап қалған. Дәрігерлердің медициналық сараптама жасаған қағаздары қоса тіркелген. Қазақстаннан бала асырап алушы Серхио Пастор мен оның бұрынғы әйелі Консуэла Бега өз мемлекеттерінде бала тәрбиесіне немқұрайлы қараған үшін испандық сот залында жауапқа тартылатын болады делінген. Бар ақпарат осы. Біз кеш қимылдадық па, әлде білмедім деп бір нүктеге қадалып қалды. Біз Жеңіс екеуміз көзімізден аққан жасымыз тоқтамай, не болғанын түсінбедік. Әкемнің қазасынан кейінгі бұл жағдай жаныма екі есе жара салып, аңырап тұрып жоқтағым келді. Булығып сыртқа шығып кеттім. Кішкентай балаларға көз жасымды көрсетпейін деп дарбазадан шыға сала, өксігім басылмай, өзегім өртеп жыладым. Қанша уақыт өткені белгісіз Жеңісте шықты артымнан. Сел соққана келіп, мені орнымнан тұрғызып, көлікке отырғызып алып үйге әкелді. Бәрі бітті. Енді қолымыздан не келеді? Бір түйір шынашақтай ұлымызды қорғай алмай, айырылып қалғанымызға күйіндім. Нағыз қорғансыздың күйін кешкен қара домалақ қазақ баласының болашағына балта шапқан өзіміз екенін ұғындым. Бірақ Алихан өлді дегенге сенбеймін. Дәл сол күні дүние жалған дегеннің мәнін ұғынғандай болдым. Зіл батпан ауыр ой еңсемді езіп жібергенде үйге келдім.
үмітімді өшті деуге қимай Әлиханға хат жаздым. Әлихан, біз сені тірілер санатында жоғалтпадық. Иә, бізге сондай құйтыртқа ақпарат берді. Сен ұйықтап жатып оянбай, мәңгілік ұйқыға кетіпсің. Қарғыс атқыр Серхио мен Хелбертінің ойлап тапқан әдісі болса керек. Білесің бе, Әлихан, мен сенің дәл қазір 18 мың ғаламның бір түкпірінде адамзат атаулының бір бөлшегі ретінде өмір сүріп жатқаныңды сезем. Бәлкім жаның қиналып мұңайып отырған шығарсың. Бізге ғана емес, күллі өмірге ренжулісің. Сені торынан алдап түсірген аң терісін жамылған адам кейпінде ібілістің ізінен ергендердің қақпанында отырсың білем. Мынау тәкаппар дүниенің соншалықты құрсақтан да тарлығын көріп, іштей мына пәниден жиреніп отырған шығарсың. Дегенмен біз сені қорғау үшін, қайта оралту үшін қолымыздан келер шараны жасадық. Шындап кіріспеген шығармыз. Өйткені бізде 20-дан енді асқан, өмірдің тосқауылдарына қарсы тұрар, қалқаны дайып болмаған бауырларыңызбын. Бару керек деген жерлерге бардық. Сұрау салатын жерден сұрадық. Дегенмен біз саған жете алмадық, сен бізге. Жарығым Әлихан, осы қатты сен тірі болып күндердің бір күнінде мейлі 10 жыл өтсін, мейлі 20 жыл өтсе де оқып, бір жауап берер деген сеніммен жазып отырмын. Себебі мен сені жоқ дегенге сеніп, дәл қазір шын жүрегіммен саған арнап жоқтап айта алмай отырмын. Неге? Өйткені сен тірісің, барсың, өмір сүріп жатырсың, ұзақ жыл өмір сүресің әлі. Менің ішкі түйсігім солай әмір беріп тұр. Сол үшін менің осы күнге дейін сені іздеп шарқ ұрғанда ағылған көз жасым бір сәтте тоқтап қалды. Сен жоқтап жылауға көзімнен жасым шыққысы келмей тұр. Шықпай-ақ қойсын. Қымбаттым Әлихан, сен әлі туған отаныңа ораласың. Сенің де көз жасың тек қуаныштан төгілетін күнің келеді. Мен оған сенем. Біз сені дәл қазір жоғалтып алғанмен, күндер, айлар, жылдар өтер, бәрібір қайта іздейміз. Енді сен менің жанұямның бір бөлігі ретінде жүрегімнің түкпірінде, миымның бір қатпарында сайрап тұрарың хақ. Сені ұмытуға болмайды маған, қолымнан келгенше сені іздеуге. Алланың алдында, адамзаттың алдында ант етем. Өзіме солай серт беріп саған хат жазып отырмын. Мен сені туған бауырымдай жақсы көріп кеттім. Тіпті сені көрмесем де, мен сенің ақылдылығыңа, қайсарлығыңа, өжеттігіңе сенем. Сен мен үшін өлген жоқсың. Мен ғана емес, күдік қанның тамған киелі отаныңды ар алдында, Алла алдында кешірші. Сені елден айырған, еліңнің ертең ойлаған ел азаматтар емес. Елдік пен егемендіктің қадір қасиетін бағалай алмайтын, ақшаға құныққан тоғышарлардың тірлігі. Реті келсе оларды да кешір, өйткені бұл өмір. Әркім бұл дүниеде жасаған қателіктер үшін жауап береді. Тағдырың туғаннан тепкіге алды екен деп текке өкпелеме. Мүмкін сені көзіңді ашқаннан шытырман өмірдің шатпақтарына салып шымыр еткісі келген шығар. Ал сен оларды мойымай жеңіп, өзіңнен адам ретінде жеңіліске емес, жеңіске құштар жеңімпаз екеніңді дәлелдеп шық. Ол сенің қолыңнан келеді. Дәл сенің жасыңда, сенің орныңда мына мен болсам, өзге елде олай жасай алмас едім. Міне, сенің артықшылығың осында жатыр бауырым. Мен сені батыр бабаларың секілді Қабанбай мен Бөгенбайдың тікелей ұрпағы ретінде қабылдап, жаныңда, арыңда, барыңда тек қазақтікі екеніне күмәнім жоқ. Өмірді сүй, өзіңді сүй және қасиетті қазағыңды сүй. Ұмытпа, кімнің ұрпағы екеніңді, қаныңды сатпа ешқашан. Қай жерде жүрсең де сені қолдайтындар, қорғайтындар, іздейтіндер, жақсы көріп бауырына басатын да қазағың. Қазақ деген қасиетті аттан садаға кеткір шіріген жұмыртқалардың ит тірлігінің құрбаны болғаның рас. Сонда да болса өз еліңнің
бауырмал ұлдары бар екенін есіңнен шығарма. Мен сені өлді деп сене алмаймын, інім. Уақыт өтер, күн жетер, сол жерде біз кездесеміз. Ол күн жеткенше арыңды сатпай, ұлтыңды ұмытпай, қазақ боп туып, қазақ боп өлем деген асқақ арманыңды жоғалтпай жүрсең болғаны. Мен саған сенем, күтемін. Кешірші бізді құлыншағым, қайдасың? Әлихан. 2004 жылы Қазақстан ұлттық арнасына шыққан шетелдегі қазақ балалары бағдарламасын жақында ғана көріп, өз басымнан 2006 жылдар өткен осы жағдай есіме түсті. Иә, оқиға желісіндегі жеңіс деген мен. Бұл кезде Құралайда мен де жас болдық. Бұл оқиғадан кейін есеңгіреп қалғанымыз рас. Өйткені 21-дегі жастар едік. Алды-артымызды ойлап үлгермеген күйіміз ол уақытта. Қазір әлеуметтік желі шарықтап дамыған заман. 2006 жылдары дүниелер бар еді. Есіме түскеннен кейін қазір қолға алып, сол кезде өлдіге саналған Амадари Әлиханды іздегім келді. Бірақ әлі таппадық, табамыз. Сіздерге осы шағын дүние арқылы қоғамның ащы да болса бір шындығын көркемдеп жеткізуді мақсат еттім. Шамам келгенше жеткізе алдым деп ойлаймын. Менімен күнделікті бірге боп, тағатсыздана күткендеріңіз үшін алғысымыз шексіз. Көп жағдай бұрышта қалып қоятын осындай мәселелер жетіп жатыр. Әсіресе жетім балалар тағдыры. Санамыз ақшаға ғана байланған заманда қу құлқынның соңына түспей, қоғамды құрап отырған өзіміз кез келген нәрсеге бей-жай қарамасақ екен деген ниетпен жаздым. Ең қуанатыным сіздердің қолдауларыңыздың арқасында Әлиханның тағдыры қызықтырған танымал кинорежиссердан осы оқиға желісі бойынша кино түсіруге ұсынып алып келдім. Сол үшін кешіктім, кешірім өтінем сондықтан. Қанша күн алдаңдаған сіздердің көңілдеріңіз жақсылық орнатқым келді. Сүйінші хабарды бөліскім келді. Бүгін бітірген жұмысым осы болды. Нәтиженің барлығы сіздердің арқаларыңызда, құрметті менің сүйікті оқырмандарым. Барлықтарыңызға басымды ием. Әлихан туралы фильмді күтіңіздер. Біз өмірдегі шын Әлиханды іздеуге кетеміз. Испанияға аттанамыз. Сәттілік тілесеңіздер. Рахметімді айтам. Үлкен экрандағы тірі Әлиханмен кездесесіздер. Алланың бұйыртқан күні. Біз оған сенімдіміз. Әлихан өлген жоқ. Ол тірі. Қазақ деген халқы ұмытқан жоқ. Осымен Әлихан туралы әңгіме аяқталды.